straight to a beer, wine or spirit for just £10.95. Прибыли в аэропорт города Даламан. Баршаларыңызға қайырлы күн, баршаларыңызға мераба. Бүгінгі түсіріп отырған видеомыз ерекше жерде. Әдеттегідей сіздермен бірге менің есімім Черниязов Болат. Қазіргі күнде Ұлыбританияның Лидс қаласында тұрып жатқан азамат. Барлығын сіздерде Ұлыбритания жайынан, Англия жайынан барлық мағлұматты қазақша білетін азамат. Бүгінгі видеоның ерекшелігі, мен британ азаматтары сияқты жылы жаққа ұшып кеттім. Қазіргі өздеріңізге мәлімдей 16 желтоқсан 5 қаңтарға дейін Ұлыбританияда қысқа ұзақ мерзімді демалыс, балалар демалыста, өзімізде демалыстамыз. Сол себептен де жылы жаққа ұшуды жөн көрдік. Бұл мекенге келген себебімізде сол, британ азаматтардың барлығы дерлік жылы жақтарға ұшып кетеді, және де қазіргі күндегі таңдап баратын жерлері бұл Фетхе қаласы, Даламан, Анталия, Стамбул. Барлық британ азаматтары осы мекенде. Неге? Өздеріңізге мәлімдей, Турцияда 365 күннің бір жылдың ішіндегі 350 күні күн шығып тұратын жылы мекен. Бұл жерде британ азаматтардың өздерінің жеке үйлері бар. Британ азаматтардың осындағы көптегендерінің бизнестері бар. Көптегендері осы жаққа қарапайым зейнеткерлер немесе басқа бір қызметтегі азаматтардың барлығы осы жаққа келеді. Себебі бұнда арзан, себебі бұнда жылы, себебі бұнда қазіргі санкцияларға байланысты қолайлы. Сонымен бізге таңғы ас келді. Сонымен біз бісміллә деп таңғы асымызды бастап жейік. Бұл түріктердің шакшукасы. Дәмін көрейік. Әдемі жерде тамақ жеп отырғаннан ба, әлде тамақтың өзі дәмді ма? Наны әлі ыстық.
Наны ыстық. Оливка міне. Май тамып кетті өзі. Сонымен түріктің таңғы асына не кіреді? Сонда оливкілер, май, gözleme, bunday salat, pomidorмен, қиярмен, мынадай шақшука деген дүние. Одан басқа балдың 3-4 түрі, оливка, зайтун, бізге сыйлықпен апельсин алып келді. Онан қатар бір, мынадайда біздің елдерде көп аты танымал емес, бірақ мынандай кішкентай мандарин бар. Мандариндардың өзінің аты бар, бірақ енді біз үшін бәрі мандарин, біз үшін бәрі бір цитрус. Бұл түріктердің gözleme деген тамағы, лаваш, ортасында шөп шалам салады, не болмаса мынандай ірімшікті салып береді. Ірімшік дегенде бұл біздіңше творог. Бұны пейнерлі деп айтады, пейнерлі. Ал бұның дәмін көрейік. Бұның дәмін немен көрсе болады екен? Бал ма екен бұл? Жоқ. Егер сізде бұрын соңында Турцияда болмасаңыздар, міндетті түрде келетін ел, келетін жер. Себебі көп туризм, қызықты көретін жерлері бар. Онан бетер ең бірінші дүниесі бұл асханасы. Түрк асханасы. Өте бай, өте дәмді тамақ. Бұл жағада отырғандардың барлығы Ұлыбритания азаматтары. Осылай Түркияның келіп машиналарын арендаға алып, жалға алып өсіп отырады. Жағада толған жартылай турист, жартылай өздерінің азаматтары. Жағада мына жақтардың барлықтарында британ азаматтары. Қараңыздар қандай сұлу жер, табиғаты тамаша, кербез екен. Бір азаматтар тұтас көшіп келіпті, көріп тұрсыздар ма, машинаның жанына тент қойып алған. Мына жерде түнейді, мына жерде қонады, таңертең тұрып ап, таза ауаға шығып, судың бетіне қарап отырады. Сонымен біз Ұлыбританиядағы үйімізді жауып, қысқы демалыстың уақытында отбасымызбен Түркияның Мугла кенті Фетке деген қаласында қонаққа баруды жөн көрдік. Бұл қалаға келген себебіміз тікелей әуе байланыстары бұл Даламан қаласына ұшып барады. Жолдың ұзақтығы 4,5 сағат. Біздің отбасымызға 5 адамға билеттердің құны 360 мың теңге шықты. Арғы бергі жолымна EasyJet деген швейцариялық компаниясы, бұл лоукостер. Лоукостер болғаннан соң біздің жүгіміз аса көп болмады, бірақ дегенмен де өзімізге керекті дүниелердің барлығын қол жүгімізге бір чемодан сыйғызып алып кеттік. Ұлыбританиялықтардың сүйікті мекеніне айналған бұл елді мекен негізі 90 жылдардың басында ағылшын азаматтары үшін тікелей әуе қатынастары ашылғаннан кейін атақты мәлім бола бастады. Сол жылдары ағылшын азаматшасы Кейт Клоу бұл жерге келіп, табиғатына сүйсініп, бұнда тұрып, Түркияның әсем жерлерін, көркем жерлерін көзбен көрсету үшін атақты Ликия жолы деген жолды жасайды. Бұл жолдың маршрутын жасайды. Бұл жолдың барлығын қай жерге қалай бару керек екенін көрсетілген, тізбектелген картасын сызады. Бұл Фетке қаласындағы маңындағы өлі теңізден Анталияның қаласындағы ауылға дейін жол, ұзақтығы 540 шақырым. Бұл жаяу жүргіншілер жолы әлемдегі ең әдемі көрікті жерлердің, көрікті жолдардың бірі болып саналды. Ағылшындардың сүйікті мекеніне айналған бұл Феткеде одан басқа Жлонекай
күн жылы, ауа райы сүйсіндіретін және ағылшындардың көптеп тартатын бұл көп азаматтардың осында жеке үйлері бар, өздерінің бизнестері бар. Ал бұл жағажай, бұл пляждың аты Чалыш. Бұл Фетhiye қаласының қалалық пляжы. Мен көрген пляждардың ішіндегі ең тары, бірақ ұзындығы өте ұзын. Бұл пляждың тағы бір ерекшелігі әсемдігі көктем кезінде екен. Себебі бұнда өте сирек кездесетін тасбақалардың жұмыртқалайтын мекені болып саналғандықтан ЮНЕСКО-мен қорғалады. Және ағылшын азаматтары табиғатқа деген махаббаттар өте ерекше. Сондықтан бұлар көктем айларында волонтер ретінде келеді. Түріктердің туында көрсетілген ай. Айдың бейнесі түскен су. Оның барлығы Түркия. Түркия елі Турция. Қандай жайбарақат өмір, тыныштық. Қазір қыс мезгілі деп есептейтін болсақ, бүгінгі таңда туристердің саны жергілікті халықтардың айтуы бойынша өте көп. Өте көп. Осындай ғана асықпайтын беймарал өмір. Жасырақ күнінде осындай жерлерде тұрсам екен деп, тусам екен деп армандайтын, бірақ қазір күнде түсінемін. Өз жеріңде жер болмас, өз еліңде ел болмас. Әр кезде де бұндай жерлердің бір қызық мен көркі халқында болады. Алыста жүрсек те, шырақта жүрсем де халқымды сағынам, елімді аңсаймын, көрсем деп, барсам деп.